Жалпы академия жақында модульдік білім бағдарламалары бойынша қосымша қабылдау бастайтын хабарлады. Мемлекеттік қызметте болсын, квази секторда болсын, немесе мәслихат депутаттары деңгейінде мемлекет тарапынан қаржыландырылатын өзге де мекемелер тарапындағы адамдардың білім алғысы келеді, білімін жетілдіргісі келеді, бірақ жұмыс бабында қол үзе алмай жатқан үміткерлерге арналған бір жаңа қадам. Жалпы академияның халықаралық ынтымақтастығы туралы сөйлесек. Былтыр мысалы Дубай қаласындағы Бен Рашид университетіне магистранттарымызды жібердік. Түркиядағы адам ресурстары бойынша биыл магистранттарымыз 2 аптаға Брюссельге барады. Армысыз, құрметті көрермен, бұл Қызмет Talks подкасты. Біз подкастта мемлекеттік қызмет саласы, мемлекеттік қызметшілердің дамуы, руханият және ұлттық құндылықтар туралы сөйлесеміз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының академиялық қызмет жөніндегі вице-ректоры Эльмира Нұрланқызы Оразалиева. Эльмира Нұрланқызы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін біз подкастта өмір бойы білім алу, lifelong learning қағидаты туралы сөйлесеміз. Жалпы бұл қағидат мемлекеттік қызметшілер үшін қаншалықты маңызды? Сәлеметсіздер ме? Әдемі студияда сіздермен әңгімелесуге, пікір алмасуға дайынбыз. Өмір бойы білім алу қағидаты бұл шын мәнінде адамның тұлғалық қалыптасуына да, жеке өміріндегі жолын сараптауға да қажет бағыттардың бірі. Мемлекеттік басқару академиясы президент жанындағы бұл бағытты ұстанатын және бұл бағытта көп жұмыстарын жинақтап, жаңа мәселелерді, жаңа идеяларға құлшыныс байқататын мекемелердің бірі. Әрине, заман өзгеріп жатқан кезде, қоғам өзгеріп жатқан кезде адамның бір орнында тұрмай, әрдайым даму, жаңа нәрсені тану, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу ұстанымдары қатар өсіп өрбіп отыру керек. Кешегі күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының 80 жылдық ассамблеясында сөйлеген сөзінде өзгермелі дәуірде, өзгермелі заманда қазіргі жаңа буын көшбасшыларын дайындау, олардың жауапкершілігін көтеру, жалпы бүкіл дүние жүзінде бейбітшілікті сақтау бағытындағы әр адамның рөлін жоғары бағалай келе, жауапкершілігі жоғары, ұстанымдары берік, қоғамның білікті мүшесі болу қағидаттарын өзектеп отыр. Осыған орай академия көлемінде де бүгінгі жағдайда біз адамның өмір сүру кезеңдері, оның әрдайым өсу, толығу бағытындағы ұстанымдармен қатар жүру керек деп есептейміз. Және академияның өзінде lifelong learning телеграм каналы жұмыс істейді. Әрдайым практикалық бағытта сабақтарында негізгі ұстанымдары адамның жан-жақты даму мүмкіндіктерімен сараланады. Lifelong learning телеграм арнасының негізгі мақсаты қандай? Қазіргі жастарды өзіңіз білесіз, цифрландыру заманында қоғамда болып жатқан өзгерістерді сандық мүмкіндіктер, бірліктер арқылы цифрлық дәуірдің қажеттілігімен бағалайтын әлеуметтік желілердің бір тез, жылдам адамға әсер ету мүмкіндіктерін, қалыптастыру мүмкіндіктерін сараптайтыны маңызды. Осыған орай бүгінгі кәсіби даму институтының негізінде жасалынған бір өнімді қажет бағыттардың бірі бұл осы Lifelong Learning телеграм каналының ашылуы. Каналдың мен өзім сол қосылған тұтынушыларының бірімін. Адамның тек қана кәсіби бағытта дамуын ғана емес, жалпы адамның тұлғалық қалыптасуы, адамның күнделікті өзіне қажет ақпараттардың бір әдемі арнасымен тоғысу мәселесін көздеген жұмыстардың бірі. Мысалы, бүгінгі күні
Telegram каналының 7600 қойдем содан аса тұтынушылары, жалпы жазылған адамдар саны бар, мемлекеттік қызметшілер, және біріншіден біліктілігін арттырған мемлекеттік қызметшілер өздерінің сертификаттарын кез келген жағдайда өзінің қажеттілік деңгейінде сол Telegram каналынан жүктеп ала алатын онлайн мүмкіндігі қарастырылған. Екіншіден, қашықтықтағы біраз дәрістер, біраз викториналық сұрақтар бар. Мысалы, кеше күні біз республикамыздың мерейтойын атап өттік, республика күнін атап өттік. Республика күні аясында кез келген қоғам мүшесі бұл мерекенің маңыздылығын біле ме, мерекенің қарсаңында болған тарихи оқиғалардан хабардар ма деген бағытта викториналық сұрақтар жүктелді. Өзімде сол сұрақтармен біраз жауап іздеп, өзімде шұғылданып көрдім. Ал бүгінгі күні Өзбекәлі Жәнібековтың мысалы өмір баяннан үзінділер беріп жатыр. Яғни Қазақстанның ел болып қалыптасуындағы әр қоғам мүшесінің, әр тұлғаның, танымал тұлғаның өмірлік жолы қалай сараланды, қандай кезеңдерден өтті деген. Демек, lifelong learning бұл бір жағынан кәсіби дамудың арнасы, екіншіден адамның жеке құндылықтарын дамытушы, қалыптастырушы маңызды жұмыстардың нәтижесі. Жақсы. Ол жақта электронды кітаптар да бар. Дұрыс айтасыз. Электронды кітаптар бар, бейне таспалар бар. Шында бір тек қана мемлекеттік қызметші емес, кез келген адам өзін дамытқысы келсе, өзін өмір бойы дамыту бағытында жұмысын тоқтатпайын десе, рас бір қатар өнімді нәтижелер жүктелген кітаптар. Өйткені бүгінгі күні мемлекет қызметшілерінің арасында көркем әдеби шығармалармен таныс па, оқи ма, қолына ұстап көре ме деген сұрақтарды туындап жатады. Бізге өтініштен де сондай сұрақтар келіп жатады. Мемлекеттік қызметшілер көркем шығармаларды оқи ма, қазақ тілінде көркем шығармалар оқи ма деп. Ал бұл каналда сол бір қажеттіліктердің барлығы жүктеле отырып, мемлекеттік қызметшінің қоса қатар дамытылу қажет деген мәселелерін жинақтайды. Өте жақсы айттыңыз. Сондай-ақ маған Telegram арнада денсаулыққа пайдалы кеңестерді жазылатынын айт, спортпен шұғылдану бойынша, дұрыс тамақтану бойынша, немесе жалпы салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында да өте пайдалы посттарды оқып тұрамыз. Жалпы академияның оқыту бағыттары кең екенін барлығы білет. Осы бағыттар туралы, жалпы академияның білім бағдарламалары туралы өзіңіз ақпарат айтып өтсеңіз. Академияның негізінде бізде бір жағынан бұл магистратура мен докторантура бағдарламалары көзделген. Олар дайындық бағытындағы, яғни жоғары білімі бар мемлекеттік қызметшілер магистратура деңгейінде талаптарды орындай отырып, докторантура деңгейіндегі талаптарды орындай отырып, олар өзіне қажет мамандықты таңдай отырып магистратураға оқуға түсе алады. Оның ішінде біз бүгінгі күні магистратура бағдарламасы бойынша 9 бағытты атай аламыз. Ол модульдік бағдарламаларды қосқан кезде, ал докторантура бағытында 3 мәселе. Енді биылғы жылдың бірден бір ерекшелігі десек болады, бір жаңалығы бұл цифрлық мемлекеттік басқару мамандығының қосылуы. Бірінші жыл апробациядан өтіп жатыр. Біздің алғашқы 9 магистрант тыңдаушымыз бар. Бұл магистратура бағдарламасының ерекшелігі өзінің цифрлық әлеуеті жоғары, біліктілігі бар мамандарды ары қарай мемлекеттік басқару тетіктермен сабақтастыру мәселесін қозғайды. Әрине, магистратура бағдарламасында экономика мәселесі бізде жеке мамандық ретінде қарастырылады. Өзім жаңа ғана сол экономистерге сабақ беріп шықтым. Қазақ тіліндегі әлеуетін көтеру, кәсіби әлеуетін көтеру бағытында бұл бір жақсы өнімді көздердің бірі деп атауымызға болады. Одан басқа өңірлік даму бағытында бар, мемлекеттік саясат, мемлекеттік басқару деп жатырмыз, адам ресурстарын басқару, бұлардың барлығы магистрлік бағдарламалардың негізгі арналары болып табылады. Докторлық бағдарламалар, олар экономика, мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар. Магистратура бағдарламасында бізде дипломатия институтының бірден бір мамандығы бұл халықаралық қатынастар болып табылады. Сондықтан осы
осы бір жан жақты құралған білім беру бағдарламаларының әрқайсысы бүгінгі күні функционалдық өзінің өтілі бойынша немесе біліктілік деңгейінде өзінің базалық білімі сол бағытта жинақталған біршама хабары бар магистранттардың әлеуетін ары қарай тереңдетуге көмектеседі. Жалпы биыл енді жазда оқуға қабылдау іріктеу кезеңдері өтті. Осы іріктеу кезеңдердің нәтижесі бойынша академияға оқуға түскен үміткерлердің орта жасы неше? Жалпы біз қазір өмір бойы білім алу туралы айтып жатырмыз ғой енді. Бұл неше жаста болсаң да білім алу дегенді білдіреді. Осы академияға оқуға түсіп жатқан магистранттардың, докторанттардың орта жасы шамамен қанша жас қазір? Әрине, адамның біз бүгінгі күні өмір сүру ұзақтығы деген мәселені айтамыз, білім алу мүмкіндігі деген мәселелерді айтып жатамыз. Қазақстанның деңгейінде магистрлік бағдарламалардың қазіргі тез, жылдам кері байланысқа шығу, жаңа нәрсені үйрену әлеуетін көтеру мақсатында да және биылғы өзі үміткерлердің арасында қарап отырсақ, келген әр мамандыққа келген мемлекеттік қызметшілердің орта жасы 35 пен 40 арасын құрайды екен. Жалпы алғанда 36-37 жасындағы магистранттардың басымдығы байқалады, бірақ жас буынды да біз көре аламыз. Бүгін ғана әдемі интеллектуалдық ойын өтті. Тарихты, ұлттық құндылықтарды, жалпы мемлекеттік басқару жүйесін білетін магистранттардың арасында ойын өткізілді. Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік саясат мамандықтары арасында арнайы жинақталған викториналар сұрақтар негізінде. Сонда қарап отырсам, өзі 35-36 жастағы магистратура деңгейінде оқып жатқан мемлекеттік қызметшілердің жинақтайтын саналы ақпараттық кеңістігі әрине жүйелі болады екен. Сол себепті біз бүгінгі кезде сол 36-35 жас көлеміндегі басымдықты магистранттар арасында байқаймыз. Жақсы. Жалпы 50-ден асқан мемлекеттік қызметшілер де оқуға түсіп жатады бізге. Онда байқап жатамыз. 60-қа келіп қалған кісілер де оқып жатады. Ол кісілерге қарап риза боламыз бір жағынан. Жалпы біз енді академияның тек қана білім берумен ғана емес, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттырумен, жалпы жеке дамуына атсалысады деп айтып жатамыз. Тұлғалық дамуына атсалысады. Осы орайда жұма күндері өтетін даму күні туралы қосымша айтып өтсеңіз, жаңа интеллектуалдық ойындар өткізіліп жатыр деп айттық. Қосымша қандай бағытта біз мемлекеттік қызметшілерге тұлғалық дамуына көмек көрсетіп жатырмыз? Жалпы академияның осы жолдағы жұмысын туралы айтып өтсеңіз. Академияның даму күні жобасы бұл менің ойымша бір жақсы ұтымды бастамалардың бірі, өйткені өзінің өнімді нәтижесін беріп жатыр. Тақырыптық кеңістігі шартарап, бұл жерде тек қана кәсіби бағытта бір жинақталатын дәрістер де бар, яғни блокчейн деп жатады, франчайзинг деп жатады, немесе форсайт сессиялар деп жатады. Осы бағытта мысалы экономист плюс деп жатамыз. Қазіргі бір сарапшылардың, ғылыми сарапшылардың магистрлік диссертациялардың аясында бір-бірімен ақпарат алмасу, бір-бірінің білімін тереңдету, сұрақ қою арқылы осындай бір әдемі платформаны ұйымдастырған осы даму күні аясындағы бір мәселе болатын болса, екінші адамның, жаңа өзіңіз атап өттіңіз, телеграм-каналда адамның дені сау, денсаулық мәселесі деген ақпараттың аясында мемлекеттік басқару академиясында болсын, арнайы мысалы палуандармен кездесу, спорттық бір мүмкіндіктерді қарастыру, жалпы бүгінгі спорттың өзінде генетикалық кодтың жататыны, яғни кодтау мәселесінде адамның интеллектуалды ғана емес, жалпы халықтық деңгейде сақталған бір жады мәселесін дене шынықтыру форматындағы сондай бір қызық ақпараттар кеңістігі беріліп жатады. Викториналық ойын
имтихандар, бұл жерде шында да сұрақ жауап үлгісінде магистранттардың мысалы өткен жолы ЦИК дайындаған, бізде орталық сайлау комиссиясымен бірлесе отырып дайындалған жобалардың бірі бұл конституция күні аясында жалпы магистранттарымыз конституция тарихын біле ме деген викториналық сұраққа 7 топ қатысты. 7 топ, әрқайсы 5 адамнан, аттары парасат болды, 3 тұғыр болды, тағы басқа арнайы костюмдерін тіктіріп, шында да керемет дайындалды. Демек, даму күніне деген магистранттардың ықыласы жоғары. Өйткені қосымша ақпарат алу мүмкіндігі, содан кейін институт аралық қарым-қатынас мәселесі, олар бір-бірін көріп, бір-бірін танып, бір-бірімен араласатын бір әдемі қатысымдық алаң. Жалпы академия жақында модульдік білім бағдарламалары бойынша қосымша қабылдау бастайтын хабарлады. Осы туралы өзіңіз жаңалықты терең ашып айтып берсеңіз. Модульдік бағдарлама магистратура деңгейінде қабылданған бір ұтымды шешімдердің бірі. Қарап отырсақ, өзі академиядағы әрбір жаңалық, әрбір инновация бір қажеттіліктен туындап, бірақ өзін-өзі ақтап жатқан жобалар қатары. Соның ішінде модульдік бағдарлама бұл жұмыстан қол үзбей қызмет істеп жүрген, мемлекеттік қызметте болсын, квази секторда болсын, немесе мәслихат депутаттары деңгейінде мемлекет тарапынан қаржыландырылатын өзге де мекемелер тарапындағы адамдардың білім алғысы келеді, білімін жетілдіргісі келеді, бірақ жұмыс бабында қол үзе алмай жатқан үміткерлерге арналған бір жаңа қадам. Модульдік бағдарламаның маңыздылығы ол 6 блоктан тұрады және онлайн, офлайн форматтарды сабақтастыра отырып, гибридті түрде ұйымдастырылады. Яғни 1-2 аптаға бізге офлайнға сабаққа келген үміткерлеріміз, модульдік бағдарламаның магистранттары, кейін 4 апта, 6 апта көлемінде жұмыста жүріп, онлайн сабақтарды ары қарай дамытып қабылдай алады. Бірақ бүгінгі күні модульдік бағдарламада біз 2 мамандықты қамтып отырмыз. Біреуі мемлекеттік басқару, бұл жалпы мемлекеттік қызметте болсын, квази секторда болсын, жалпы өтілі көбірек, бірақ оның ішінде басқарушылық бағыттағы өтілі кем дегенде 2 жыл болу керек деген талапқа сәйкес келетін үміткерлерді қабылдайды. Ал екіншісі өңірлік даму, ол сәл өңірлерден келген, біліктілігін арттырғысы келетін және жалпы өтілі, бұл жерде басқарушылық емес, жалпы өтілі 2 жыл көлемінде болған жағдайда жеткілікті деп есептеліп, талапқа сәйкес деп танылып, олар конкурсқа қатысуға мүмкіндік алады. Енді биылғы модульдік бағдарламамыз бұл міне 1 қарашадан 30 қараша аралығында құжат тапсырудан басталайын деп отыр. Жақсы. Жалпы академияға оқуға түсушілердің арасында ағылшын тілін білмесе академияға оқуға түсуге талпынбайтындар бар. Мысалы, осы орайда модульдік оқыту қағидаты бойынша білім алу үшін ағылшын тілінің деңгейін растайтын құжат керек пе? Жалпы қандай құжаттар қажет? Әрине, ағылшын тілін білу бүгінгі жастар арасында бір өзекті мәселелердің бірі. Кешегі күні біз өзіміз Шанхайға барып қайттық, Фундан университетімен болашақ ынтымақтасу келісім шарттары туралы келісіп келдік. Олардың деңгейінде ұйымдастырылған халықаралық конференцияға қатыстық. Ең бір ұтымды әрине өз ойыңды кез келген тілде еркін жеткізе білу қабілетіңнің болуы. Сол себепті ағылшын тілінің қажеттілігі сөзсіз бүгінгі күні халықаралық тағылымдама кезінде де қажет болады. Ынтымақтасу бағытында академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында немесе бұйырса қос дипломдық бағдарламаға біз келе жатырмыз. Бұл да тілдік деңгейді қажет етеді. Бірақ міндетті шарт ретінде құжат тапсыратын кезде, құжат қабылдайтын кезде ол тек қана бүгінгі күні бірақ мемлекеттік басқару мамандығына ғана қойылған. Мемлекеттік басқару мамандығында бізде
басқарушылық қызметі, стратегиялық жоспарлауы жоғары деңгейдегі үміткерлер болғандықтан дәл сол мәселеде ғана қажеттілік деп танылып отыр. Қалған мамандықтардың барлығы ағылшын тілінен талап қойып жатқан жоқ, бірақ дегенмен бүгінгі күні оқуға түскеннен кейін ағылшын тіліндегі тез, жылдам үйрену әдістеменің барлығын басшылыққа алу, сол арқылы дуалингоны немесе IELTS-ті тапсыруға дайындық жасау жұмыстары бізде интенсивті, яғни жиі қолға алынып, апта сайын жүзеге асырылады. Сондықтан қазірден бастап академияға келем дейді мемлекеттік қызметшілер, сәл болса да тілдік дайындықтарын тереңдете беру қажет деп есептеймін. Жақсы. Жалпы ағылшын тілінде деңгейін арттыру үшін спикинг клабтар бар екенін де айтып өтейік. Дұрыс айттыңыз. Дипломатия институты туралы айтып өтсеңіз. Даму күні аясында да біздің магистранттарымыз бір еркін қарым-қатынасқа түсе алатын мүмкіндік, және тілдік шектеу деген бар, тілдік адамның сәл өзін тежейтін ішкі мәселелер болады. Соны алып тастау үшін және тілді білем, білмеймін деп емес, ақпаратты жеткізем, барлық құралдарды пайдаланам дейтін магистранттарға бұл спикинг, яғни сөйлеу мүмкіндігін арттыратын бірден бір бағыт, бұл спикинг клабтардың қосылуы. Оның үстіне мысалы халықаралық қатынастар мамандығына сабақ беріп жүрген және дипломатия институтында жұмыс істейтін мамандарымыз бүгінгі күні IELTS-қа дайындық, IELTS preparation деген сияқты курстарды сабақтан тыс уақытта да қазір олар жүзеге асырып жатыр. Бұлардың барлығы ең бірінші деңгейде сол халықаралық тағылымдамаға сыртқа шығу мүмкіндігін алу үшін жасалып жатыр. Өйткені академиялық саясатқа сәйкес бүгінгі күні тағылымдамаға IELTS 6 немесе Duolingo 100 деңгейінде сіздің көрсеткіштеріңіз болған жағдайда ғана сіз басқа елге шығып, елде тағы қосымша білім ала аласыз. Жалпы академияның халықаралық ынтымақтастығы туралы сөйлесек, магистранттарымыз, докторанттарымыз халықаралық тағылымдамаға қай елдерге бара алады? Халықаралық тағылымдама бізде қазір жыл сайын сол қаржылық мүмкіндігімізге орай не бір, не екі аптаға жоспарланады. Былтыр мысалы Дубай қаласындағы Бен Рашид университетіне магистранттарымызды жібердік. Түркиядағы адам ресурстары бойынша сәл білімін тереңдету мүмкіндігін қарастыратын мекемемен жұмыс істедік. Биыл магистранттарымыз 2 аптаға Брюссельге барады. Брюссель университетінде халықаралық қатынастар және мемлекеттік басқару мен мемлекеттік саясат бағытында бір тоғыстырған бағдарлама жасалды. Оның сыртында қазір келісім шарттар жүргізіліп жатыр. Хертли университетімен келісім шарт жүргізіліп жатыр. Ол цифрлық мемлекеттік басқару бағытында ертеңгі күні біз сол бір мәмілеге келетін болсақ, сол келісімге келетін болсақ, әрине біздің мемлекеттік цифрлық басқару бағытындағы магистранттарымызды да таза өздерінің кәсіби деңгейдегі тереңдетілу мүмкіндіктерін қарастыруды көздеп отырмыз. Синьяйоки университетімен бізде байланыс бұрыннан бар. Жаңа ғана аталып өткен Фудан университетімен байланысты келісім шартты негіздеп жатырмыз. Оларды сол академиялық ұтқырлық бағытында мүмкіндіктер болып жатса, ең бірінші сол тағылымдамаға қосымша қосар едік. Осының барлығы халықаралық ынтымақтастық аясында және академияның болашаққа бағдарланған жаңа жобалардың арқасында болады. Жалпы осы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби даму деп айтып жатырмыз ғой. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, жалпы біздің еліміз осы бағыттағы жұмысты дұрыс жүргізіп жатыр ма? Және алдағы уақытта қай елдермен бірлесе осы бағыттағы жұмысты арттыруға болады деп ойлайсыз? Және кәсіби даму, тұлғалық даму бойынша мемлекеттік қызметшілерге біз қандай бағыттар бойынша дәріс оқып жатырмыз? Кәсіби даму институтының жұмысы туралы айтып өтсеңіз. Жоғарыда аталған Аяжан рахмет.
жоғарыда аталған 3 институтқа қосымша біз енді дайындық бағытында магистратура, докторантура деген кезде біз басқару институты, мемлекет саясат ұлттық мектебі, дипломатия институты деп жатамыз. Осы институтқа қосымша бізде үлкен маңызды бағытты бүгін жүзеге асырып жатқан бұл кәсіби даму институты. Бұл біліктілігін арттыру, немесе қайта даярлау бағытындағы жұмыстарды іске асырып жатқан біздің құрылымдық бөлімшеміз болып табылады. Және бүгінгі күні сол кәсіби даму институтының ерекшелігі біріншіден жыл сайынғы жолдаулардың негізінде стратегиялық мақсатты көздеген жаңа бағдарламалық толықтыруларды жасап жатады. Біліктілігін арттыру көлемінде мысалы мемлекет қызметке алғаш қабылданғандар, басшылық қызметке тағайындалғандарға арналған арнайы бөлек-бөлек тақырыптық бізде семинарлар ұйымдастырылады. Және жылына 5 рет біз өзге мемлекеттермен ынтымақтасу бағытында офлайн форматта 3 күндік арнайы мамандарды шетелден алдырып мақсатты аудиторияларды жинап беріп жатамыз. Сол мақсатты аудиториялардың нәтижесінде бүгінгі күні мысалы халықаралық қарым-қатынас, халықаралық келісім шарттар, өткен жолы өткізілген бағыттардың бірі бұл форсайт сессиялары бойынша Ұлыбританиядан, Үндістаннан, Грузияның мамандары келіп жан-жақтап бізге тәжірибе алмасу, пікір алмасу, білімін тереңдету бағытында жұмыстарды жүргізіп жатыр. Ал кәсіби даму институтының бір ұтымды мәселесі бізде қазіргі жүзеге асырылған үлкен жобалар осы институттың шеңберінде атқарылды. Біріншісі бұл ауыл әкімдерінің мектебі деп жатамыз, яғни барлық әкімдер олар қосымша қажет дағдылармен қамтамасыз етілу керек. Екінші жаңа басшылар формациясы деп жатамыз, яғни бұл 240 сағат көлеміндегі барлық саяси мемлекеттік қызметшілердің білімін тереңдетуге мүмкіндік беретін алаң. Осы сияқты ізденістер өте көп. Қазірдің өзінде диалогтық платформалардың аясында арнайы секция жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Жаңа ізденістер көкжиегінде жүр. Цифрлық AI деп жатамыз, қызмет көлемінде осы жұмыстардың барлығы кәдімгі күнделікті ИПР дейміз, яғни кәсіби даму институтының құзыретінде. Эльмира Нұрланқызы, жасанды интеллектіні қазір күнделікті өмірде барлығымыз қолданамыз. Жалпы осы мемлекеттік қызметшілерге жасанды интеллектіні пайдалану бойынша, күнделікті өмірде жұмыс барысында қолдану бойынша бізде курстар ұйымдастырылып жатыр ма, сол туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі кәсіби даму институтының бірден-бір бағыты бұл AI қызмет деп жатамыз, яғни жасанды интеллектті қолдану бағытында жүргізіліп жатқан семинарлар. Жалпы қателеспесем жылдың соңына дейін олар 6000-ға жуық мемлекеттік қызметшілерді қамту керек. Сол себепті өзінің бір ағымға қойылған жұмыстарының бірі біздің цифрлық қазіргі министрліктерімізбен бірге бірлесе отырып жүзеге асырылып жатқан, дайындалған жобалардың бірі барлық мемлекеттік қызметшілер бүгінгі күні сол жасанды интеллект big data деп жатамыз, яғни цифрлық қормен жұмыс істеу, цифрлық ақпаратпен бөлісу, мәліметтерді тез жылдам өңдеу бағытындағы ең бір алғашқы кезекте қажет дағдылармен қамтамасыз етілу үшін жоспарлы түрде жүзеге асырылып жатыр. Эльмира Нұрланқызы, академияның білім беру әдістерінде форматында қандай жаңашылдықтар бар? Сол туралы айтып өтсеңіз. Кез келген білім бағдарламасы бұл ізденістен тұрады.
ізденіс дегеніміз аудиториямен тығыз қарым-қатынас, интерактивті қарым-қатынас орната білу және олардың қажеттіліктеріне бағдарлану деп есептейміз. Бүгінгі күні мысалы топтық жобалар, жұптық жобалар, пресс-конференция, жаңағы викторина, әртүрлі форматтағы әдіс тәсілдермен қоса дүние жүзінде мейджор және майнер деген нәрселер бар. Яғни негізгі алатын білім деңгейі, негізгі алатын мамандануы және оған қосымша ертеңгі күні қажеттілік деңгейінде өзіне қызмет ете алатын қосымша білім мәселелері деген бар. Мысалы, Назарбаев университетінде бізде шында да бүгінгі күні қолданыста бар майнер бағдарламалары магистранттарды бітіргеннен кейін жаңа бір мамандану бағытына көздей алатын, мүмкіндік беретін алаң деп есептеледі. Сол сияқты мемлекеттік саясат ұлттық мектебінде бүгінгі күні сертификаттық курстар немесе пәндер дегеніміз бар. Бұлардың ерекшелігі неде? Олар транскриптқа сол қалпы түседі, яғни сертификатталған бағдарламалар болғандықтан олар ертеңгі күні өздерінің мамандықтарына қоса сол сертификация көлемінде алған білімін қолдана отырып, былайынша айтқанда жаңа бір өрісін ашуға көмектеседі. Оның ішінде мысалы жобалық бізде менеджмент деген нәрсе бар, бұрыннан келе жатқан және биылғы жылы қосылып жатқан сертификаттық бағдарламалардың ішінде 50 сағаттық көлемінде парасат біздің серіктестерімізбен қоса дайындалған бұл медиациялық бағдарлама, яғни мемлекеттік қызметшілердің әртүрлі жағдайларда шешім қабылдау мүмкіндіктерін және жанжалдан арылу мүмкіндіктерін қарастыруға бағытталған жаңа бағдарлама. Яғни медиация, бітімгершілік деп жатамыз. Бұрыннан қазақтың танымында бар нәрсе, бірақ бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілерге әсіресе саяси бағытта өздерінің әлеуетін жүзеге асыруға көмектеседі. Сол себепті жаңа бір бастамалардың қатарында осы бір сертификатталған бағдарламаларды атауға болады. Эльмира Нұрланқызы, модульдік оқыту қағидаты бойынша білім беру бағдарламаларын қашан басталады? Модульдік білім беру бізде 5 қаңтардан сабағы басталады. Ал қазіргі 1-30 қараша аралығында құжат қабылдау мерзімі басталатын болса, сіздердің мекемелеріңіздің атынан жолдама қажет. Қазақ тілінен сіздің білім деңгейіңіз керек, өйткені QRT бізде қазақ ресми тест жұмыс істейді, оның сыртында казтест бойынша білім деңгейіңіздің бағалану мүмкіндігі бар. Әрине осылардың барлығы жинақталған құжаттар тобына жататын болса, 4-5 желтоқсанда емтихан кезеңі, яғни іріктеу кезеңі басталады. 9 желтоқсаннан былай қарай алғашқы ең бірінші үлгідегі қабылданған адамдардың тізімі жасалғаннан кейін және 2 жақты, 3 жақты келісім шарттардың негізінде бұл тізім нақтыланғаннан кейін айдың соңында 20-сына таман желтоқсанның соңғы тізім жасалады, 5 қаңтардан бастап сабақ басталады. Эльмира Нұрланқызы, жалпы мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы жайлы айтып жатырмыз. Жалпы мемлекеттік қызметші, қазіргі өзгермелі әлемдегі мемлекеттік қызметші қандай болу керек және бойында қандай қасиеттер болу керек, сіздің ойыңызды білсек? Бір сұрағыңызға рахмет, Аяжан. Адамды толғандырып жүрген, әсіресе мемлекеттің болашағын ойлайтын, ертеңгі ұрпақты ойлайтын, әр адамның санасында жүрген маңызды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Өзі қазақ халқы тұғыры биікке төрін, сөзі биікке киесін сыйлай білген халық қой. Сондықтан тұғыры биік мемлекет, ол тұғыры жауапкершілігі жоғары мемлекеттік қызметшілерден, адамдардан, қоғам мүшелерінен құралатыны сөзсіз.
Бүгінгі күні мемлекет қызметі бойынша 29 жылға дейін дайындалған тұжырымдама негізінде де бір жаңа қасиеттер, қабілеттер топтамасы өзектеліп отырғаны сөзсіз. Мысалы, мемлекеттік қызметтің өзінде проактив деп жатамыз, немесе талантты жастармен жұмыс дейміз. Адал азамат концепциясының маңыздылығы бір тереңде жатқан ұғымдар. Бүгінгі күні біз мемлекет мүддесін қорғау үшін, жауапкершілікті арттыру үшін әрине өткенімізді саралай қарап, өткенімізді бағалай отырып, болашаққа маңызды қадамдар жасауымыз керек. Осы бағытта бүгінгі мемлекет басқару академиясы тарапынан ұсынылып жатқан даму күні аясында болсын, немесе біліктілігін арттыру бағытындағы семинарлардың әрқайсысы біріншіден адамның жеңіл бір қабілеттері дейміз ғой, soft skills деп жатамыз. Яғни қарым-қатынас, көпшілікпен қарым-қатынас, көпшілік алдында сөйлеу әрекеті, өз ойын еркін жеткізу, құлақ еститін мемлекет, яғни қабылдау мүмкіндіктері, айтылған ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндіктері дегенді қолға алатын болсақ, екінші кездегі hard skills деп жатамыз, яғни адамның кәсіби біліктілігі. Сен экономист болсаң, мықты сапалы экономика білімін тереңдетуін қажетсің. Сен мемлекеттік саясаткер болатын болсаң, сенің бойыңда барлық қажет біліктілік талаптары, ол әлеуметтік мәселелер төңірегінде, саясат төңірегінде, экономика төңірегінде тоғысқан болу қажет. Және ең бірінші менің ойымша сол тұлға тану деп жатамыз. Тұлға мен тану деген сияқты екі сөздің әдемі тоғысын құрайтын ұғымның астарында бұл өзімізге белгілі, танымал, қаншама шынында да алаш азаматтарын атауымызға болады. Солардың өмірде түйіп өткен, өзектеп өткен қадамдары, концепция, тұжырымдамалары бар. Мысалы, Әлихан Бөкейхан ұлтқа қызмет ету білімнен ғана емес, мінезден деген сөзді айтқан екен. Ұлтқа қызмет ету адамның бойында біліктілікті де, білімді де, және бір өжет, қайсар мінезді де қажет етеді. Солардың барлық тоғысқан жағдайда тұлға тану бағытындағы өрісіміз кең, ал мемлекет мүддесін қолдайтын, мемлекет мүддесіне жұмыс істейтін біздің азаматтарымыз көп болады деп ойлаймын. Құрметті Илмира Нұрланқызы, студиямызға келіп, мемлекеттік қызметшілерге өте жақсы пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, жаңа эпизодымызды академияның әлеуметтік желілердегі парақшаларынан және YouTube арнасынан көре аласыздар. Тағы да атап өтейік, модульдік оқыту қағидаты бойынша құжат қабылдау 1 қарашадан 30 қарашаға дейін жүргізіледі. Аман сау болыңыздар.